YouTube алгоритмдермен дос болу жолдары. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін біз YouTube'дағы ең құпия әрі маңызды нәрсе алгоритмдер туралы сөйлесетін боламыз. Көп адам YouTube алгоритмдермен күрескісі келеді, бірақ ең дұрысы алгоритмдермен дос болу. Бірінші қадам тұрақтылық басты фактор. Алгоритм ең алдымен тұрақтылықты жақсы көреді. Аптасына кем дегенде 2-3 видео салсаңыз, сіздің арнаңыз белсенді деп саналады. Екінші қадам watch time және retention. Алгоритм үшін басты көрсеткіш. Адамдар видеоны қанша уақыт қарайды. Сол үшін алғашқы 30 секундты қызықты етіп бастаңыз және видеоны соңына дейін көретіндей құнды контент беріңіз. Үшінші қадам CTR мен обложка. Яғни CTR деп айтамыз. Обложка мен тақырып. Алгоритмнің сіздің видеоңызды ұсынады алгоритм, бірақ көрермен оны ашпай қалса, CTR төмендейді. Сондықтан обложка мен тақырып әрдайым тартымды болу керек. Төртінші қадам engagement, яғни байланыс. Лайк, пікір, бөлісу алгоритмге сигнал береді. Көрермендерден пікір қалдыруды сұраңыз, сұрақ қойыңыз. Бесінші қадам аудиторияны ұстау. Алгоритм сіздің арнаңызды белгілі бір аудиторияға бағыттайды, бір бағыттан ауытқымаңыз. Сонда алгоритм сізді дұрыс адамдарға ұсынатын болады. Сонымен қысқаша айтқанда, тұрақтылық, watch time, CTR, engagement және аудитория. Егер осы 5 нәрсені дұрыс жасасаңыз, алгоритм сізбен дос болады, арнаңызды жиі ұсынатын болады. Келесі видеода YouTube'қа видеоны қай уақыттарда жүктеген дұрыс, сол тақырыпты талқылайтын боламыз. Олай болса, арнаға жазылып қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз және өз ойыңызбен пікірде қалдырыңыз.